Кейбір емханадағы дәрігерлердің өзі пациент базовый чекап тапсыруға барып анализге жолдама сұраған кезде, осы сендер бостан-бос осы ерігіп, немеге осыншама анализ тапсырасыңдар, немесе бұл анализдердің барлығын қақтан кім берді, ауырып тұрмасаң, любой өлмейтін адам жоқ, бұны не үшін тапсырып жатсың деген сияқты көп бір кекету, мұқату жағдайлар болып жатады. Бұл өкінішке орай біздің қоғамдағы осы денсаулық саласындағы көп асқынулардың пайда болуына алып келетін жағдай болғандықтан мен өзім әріптестеріме айтқым келеді, негізі қалыпты жағдайда адам ауырса да, ауырмаса да жылына 2 рет базовый чекап тапсырып тұратын болса, бұл көптеген қауіпті аурулардың алдын алуға мүмкіншілік болатын еді. Ешқашан негізі дәрігердің алдына пациенттер просто так бармайды. Одан кейін адамдардың жаңағы дұрыс денсаулығына күтім жасауына кедергі болатын. Абысыны болуы мүмкін, немесе енесі болуы мүмкін, немесе күйеуі болуы мүмкін. Неменеге бостан-босқа анализдер тапсырасың, немесе сен еш жерің ауырып жүрген жоқ қой, бүкіл адамда сондай нәрсе бар деген сияқты көп шаблондармен кері тартады. Наоборот, көп жағдайда уақытылы емделіп, уақытылы профилактикасын жасауға бір-бірімізге көмектесейік.